Бізде келесі тақырып тригонометриялық теңдеулер және теңсіздіктер. Тест кітапшасында өте көп кездеседі, сондықтан бұл тақырыпты мұқият түсініп алыңыздар. Ең бірінші мен мұнда 3 теңсіздікті жазып қойдым. Жалпы есептер осылай келеді. Бұл жүйе түрінде келеді, бір-біріне қосады, енді көп, түрі көп. Ең бірінші біз мына теңсіздікті қалай шешеміз, соған үйреніп алайық. Косинус альфа кіші үлкен 2-ден 1-ден дейді. Сіз не істейсіз? Мұндай не саласыз? Бірлік шеңбер. Күйтесті қарайсыз 2-ден 1. Косинуста 2-ден 1 қай жер ал? Косинуста плюс 2-ден 1 мынау. Себебі неге ол ой үксесіне түседі? 2-ден 1 осы жерде тұр. Осы 2-ден 1-ден былай саласыз. Мынандай нүкте саласыз. Енді мына бұрышымыз косинус альфамыз 2-ден 1-ден үлкен аралықта жатыр ма, кіші аралықта жатыр ма қараймыз. Қарасақ үлкен аралық. Мұнда 1 болса, мұнда 0, мұнда 2-ден 1 тұр. 2-ден 1-ден үлкен десе, онда ол 1-ге қарай. Мына үлкен жақты боясыз. Ал бұл үлкен жақты бояды деген сөз мына аралық. Енді косинус 2-ден 1-де 2 мәні болады ғой. Өйткені мына жердегі мәнде келіп түседі, мұндағы мәнде келіп түседі. Неше мынадағы мәні ол пи бөлінген 6. Ал мұндағы мәні так 4-ші ширек деген дәл осылай керісінше жазамыз біз. Минус пи бөлінген 6 деп жазамыз. Не болмаса былай жазсақ болады. Пи бөлінген 6. 6-ны 2-ге көйтіп 1-ді азайтамыз. 6-ны 2-ге көйтсек 12, 1-ді азайтсақ 11. 11 пи бөлінген 6. 4-ші ширектегі любой градустың мәнін осылай жазамыз. Астын 2-ге көйтіп 1-ді азайтамыз мына 1-ші ширектегінің. Сонда жауап не болады? Жауабы минус пи бөлінген 6-дан, так мына минус пи бөлінген 6-дан басталады. Шеңбер осылай айналады деді ғой, мына стрелка осылай жүреді. Әрқашан осылай жүреді. Минус пи бөлінген 6-дан пи бөлінген 6-ға дейін. Плюс 2 пи-н деген период бар, және пи бөлінген 6-ға дейін. Плюс 2 пи-н. 2 пи-н неге дейін? Себеп тек 30 градустың, 60 градустың мәні ғана оған тең емес. Мысалы 60 градус бүйтіп бір айналып келсе, 360 болып келеді. 360 59 қанша болады? 720. Так, 60, 720. Сонда мына 720 градуста мына жердегі. Ой, жоқ, 420 градус. 420 градустың мәні 2-ден 1 болады. Тағы бір айналып келсе 360-ға 420 қосамыз 780. Оның да мәні осыған тең болады. Сондықтан 2 пи, бір айналу 2 пи деп аталады. Осылай айналып кете береді. Енді мына пи бөлінген 6 деген не нәрсе, оны түсіндіреміз. 180 градусты пи деп алған. Пи деген сөз мынау, 180 мынау. Ал егер 30 градуста осы мына пи мен сипатта десен дейсіз, 180-ді 6-ға бөлгенім, ол 30 градусқа тең. Ал 180 дегеніміз пиге тең болса, пи бөлінген 6 30 градусқа тең. Яғни градустар өсіп радианмен сипаттайды. Ол мынау пи бөлінген 6, пи бөлінген деген ол синус, косинус, тангенстен тәуелсіз. Оған бағынбайды. Ол тек осы болады. Ол тангенсте де осы, косинуста да осы, барлығында осы есептелінеді. Мына жерде кейде беру мүмкін сізге пи бөлінген 6 деп. Или пи бөлінген 3. Енді бізде 2-ден 1 болғанда пи бөлінген 3 болады. Мұнда да 3, себебі 60 градус пи бөлінген 3-ке тең болады екен. Мұнда астында 3, 3-ті 2-ге көйтіп 1-ді азайтсақ 5. 5 пи бөлінген 3. Шынан мына жерде де 5 пи бөлінген 3-тен 5 пи бөлінген 3-ке дейін. Осындай жауап болады. Егер қандай да бір градус берілсе, мысалы альфа деген градус берілсе, осыны радианға айналдыру үшін мынандай көйтеміз. Пи бөлінген 180-ге көйтеміз. 45 градус беріп қойса, 45 мына 2 қысқарады 4, да пи бөлінген 4. 45 градус пи бөлінген 4-ке тең болады. Осылай кез келген мысалы 60 градус тапса 60-ты қоясыз, пи бөлінген 180-ге көйтесіз, қысқарады, неше жады, сол соның радиандағы мәні болып есептеліне береді. Дәл осылай. Косинусты қоя алдық, значит синусты да біз қоя аламыз деген сөз. Синус 2-ден 1 дейді. Мысалы айтайық, мысалы түбірас 2 бөлінген 2 дейікші, берілген басқашалайық. Так, синус түбірас 2 бөлінген 2 нешеге тең? Ол примерно осы тұс. Қағы ортасы былай сызасыз. Синустың түбірас 2 бөлінген 2 деген мәндерін аламыз. Ол біреу 45 градус, 45 градус пи бөлінген 4. Дәл осы пи бөлінген 4-ті мына ширекті жазу үшін үстіндегіден астындағыдан бір сан азайтып жазамыз. 4 болса, мұнараға 3 жазамыз. 3 пи бөлінген 4. Дәл осындай нелер бар. Егер мына 3-ші ширектегін жазғымыз келсе, пи бөлінген 4-ті. 4-тен бір санды артық қып жазамыз. 5 пи бөлінген 4. Бұның да мәні түбірас 2 бөлінген 2. Ал 4-ші ширектегін жазғымыз келсе, мен оны жаңа түсіндірдім. 2-ге көйтіп 1-ді азайтамыз. 4-ге көйтсек 8, ал азайтсақ 7. 7 пи бөлінген 4. Дәл осылай. Енді пока бізге 3-ші, 4-ші ширектер керек емес, себебі бізде мұнда 2-ден түбірас 2 бөлінген 2-нің алды 10, ал 10 түбірас 2 бөлінген 2 мұнда. Ал егер мұнда минус беріп қойса, онда сіз мұны аяқталасыз. Мұнан керек жоқ. Так, бізде плюс түбірас 2 бөлінген 2-ден синусымыз қандай екен? Кіші. Мұнда 1, мұнда 0 тұрса, мұнда түбірас 2 бөлінген 2-ден кіші болса, онда мұны аралықта жатыр. Бұл аралық деген сөз, мұны аралықта түгел бояп шықты деген сөз. Енді бізде әрқашан мына сағат бағытымен жүреді, сонда мына жерден басталып,
былай стрелка қоясыз. Сонда жауабы қаншаға тең болады? Так, бірінші 3 пи бөлінген 4-тен 3 пи бөлінген 4-тен плюс 2 пи-ен, так 2 пи-еннен пи бөлінген 4 плюс 2 пи-енге дейін. Осы нәрсеге тең болады. Жүйе болсын, мысалы мынаның астына косинус так альфа үлкен 0-ден деп. Осындай жүйе берсе не істейміз? Синусты салып алдыңыз, пока жауап шыққан жоқ бізде әлі. Косинус альфа қарайсыз. Косинуста мынандай болатындығы не? Косинуста таңбар аралықтар қалай белгіленеді? Мұнда плюс, мұнда плюс, мұнда минус, минус. Таңбар аралықтар ауысқан жер оның 0-дер деп аталады. Мұнда 0, ол мұнда 0. Яғни косинусымыз 0 мұнда тұрса қандай? Үлкен 0-ден үлкен болса, онда плюс аралықтар. Осылай бояйын. Яғни мына екі аралықты бүйтіп бояп шығамыз. Себебі екі жүйе. Екі рет қиылысқан жер қандай болды? Пи бөлінген 4-тен бастап екі рет қиылысса, мына жерге дейін. Бұл неше? Минус пи бөлінген 2. Үсті 90 градус болса, ол пи бөлінген 2 болса, мұнда мұна минус пи бөлінген 2 болады. Екі рет қиылысқан жер. Сонда жауап неше болады? Пи бөлінген 4-тен плюс 2 пи-нен, ой жоқ, минус пи бөлінген 2-ден плюс 2 пи-нен пи бөлінген 4 плюс 2 пи-нге дейін. Осындай нәрсеге тең болады. 0 деген үстіндегі синустың 0-і қайсысы десе, мысалы синустың 0 градустағы мәні қайсысы десе 0 дейік. Синустың таңбасын жазасыз, плюс, плюс, минус, минус. Таңба қай аралықтарды ауысты, сол аралықтарды белгілейсіз. Мұна екі аралық. Синусымыз 0-ден үлкен бар, 0-ден үлкен аралықты боясыз. Мына аралық неше бұл? 0, пи-дегі мән 0 градустың пи-дегі мән 0. Оны плюс пи-ен деп аласыз. Өз дербес жағдай бар. Мысалы мына жерде пи-ен. Период деді ғой жаңа. Мына периодтың өзін жаза саласыз. Одан кейін мына аралық неге тең? Бұл аралық тура 180-дің өзіне тең пи-ге дейін. Пи-еннен пи-ге дейін деп айтамыз. N деген ол жаңа тұрақты сан ғой, мысалға сізге 4 рет айналғандағысын тап десе, n-ға 4-ті бересіз. 2 пи-ден ол 4 рет айналды дейді. 8 пи болады, 8 пи-ді қосып жібересіз. Жалпы бір шеңбер толық нешені 2 пи-ді құрайды екен. 2 пи дегеніміз 1 пи-іміз 180 болса, 2 пи-іміз 360 градус. Шеңбер 360 градусты құрайды дейтініміз содан. Енді мынандай нәрсе бар, периодтарын тап дейді. Мысалға синус, так, 6х деген теңдеу берілсін. Осының периодын тап дейді. Ең кіші периодын тап деген сөз, осы 6х-ті 2 пи-ға бөлеміз. Ой, 2 пи-ді осы x-ің алдында тұрған санға бөлеміз. X-ің алдында не тұр бізде? 6 тұр. Осыны 6-ға бөлеміз. Яғни мына екеуі қысқарады. Не болады? Пи бөлінген 3 болады. Синус 6х-тің ең кіші периоды бізде тең болады екен пи бөлінген 3-ке. Енді бізде келесі үйренетін нәрсе ол теңдеулер, тригонометриялық теңдеулер. Теңсіздіктер бізде основной үйренетін нәрсе, қалғандар оңай. Мысалға мынандай нәрсе береді. Синус, так, 2 синус х тең болады, так, түбір астында 3 бөлінген 2-ке. Осы кезде не істейміз? Так, мұнда 2 берілмей қойсын, 2 мұнда берілсін. Синус 2х. Синус 2х тең болады, түбір асты 3 бөлінген 2. Не істейміз? Мына 2х-ті қалдырамыз. Синусты түбір асты 3 бөлінген 2-ні синустағы мәнін жазамыз. Неше болады ол? Пи бөлінген нешеден басталады? Так, 3-тен басталады. Пи бөлінген 3 плюс 2 пи-ен. Периодын жазып қойдық. 2х қалды, енді х-ті қалдырамыз не істейді? Мына 2-ні мұнда бөліп шығамыз. Тең болады. Пи бөлінген 6, 2 бөлініп жатыр. Мына 2 пи-ның астына 2 бөлініп түссе, қысқарып кетеді, плюс пи-ен. Осы нәрсеге тең болады екен. Теңдеу осылай жалпы. Кез келген тангенс деді ма, тангенс 3х деді ма, тең болады 0 десе, тангенстің 0-дегі мәнін алып жазып кете бересіз. Дәл осылай кете береді. Синусты жаздық. Енді мынандай нәрсе кездесуі мүмкін. Мысалға синус 3х үлкен не тең? Мысалға минус 2-ден 1-ден екен. Осындай теңсіздік берілді. Не істейміз? Жүйені саламыз, шеңберді саламыз. Синустың минус 2-ден 1-дегі мәні мына жақта. Так, былай болады. Яғни 2 бұрышты көрсетеді, және оның мәндері минус 2-ден 1-ге түседі деген сөз. Минус 2-ден 1-дегі мәнін жазамыз. Бірінші плюс 2-ден 1-дегі мәні қанша еді? Так, пи бөлінген 6, 30 градусқа тең. Дәл осы мына үшінші ширекте жазамызсақ, 7 пи бөлінген 6 деп жазамыз. А мына ширекте оны 11 пи бөлінген 6. Бізде пока мынау керек емес енді. Енді қараймыз. Минус 2-ден 1-ден қандай? Үлкен. Үлкен болса мына аралық. Себебі былай қарай минусқа кетеді, мұнда плюсқа қарай кетеді. Мына плюс аралық қойымызақ мұна аралық. Мына нүктемен салыстырамыз, мына нүктеден минус 2-ден 1-ден синусымыз үлкен болса мына аралық, кіші болса астын боямыз. Астын боямыз деген сөз, ол мұнаның үшін түгел бояп шығамыз деген сөз ғой. Осын боядық, бізде мынандай стрелка болады. Бізде мынау бар еще. 3х тиісті деймізде мынаны жазамыз. 11 пи бөлінген 6-тан, 11 пи бөлінген 6 плюс 2 пи-нен
және бұл бір жауап, және екінші жауабы 7 пи бөлінген 6-ға дейін. 6 плюс 2 пиін. Енді мұнда 3х қалып кетті ғой. Енді 3х-тің алдында тұрған 3-ті мынаяқтың бәрін 3-ке бөліп саламыз. Мынаны 3-ке бөлеміз, мынаны 3-ке бөлеміз, мынаны 3-ке бөлеміз, мынаны 3-ке бөлеміз. Мына жақта ештеңе қалмайды. Енді мына теңсіздігіне қарап, бұған да былай тік жақшамен бүйтіп бере-беруге болады жауаптарын. Иә, мысалы 11 пи бөлінген 6-ны 3-ке бөлсек, 11 пи бөлінген 18-ге тең болады. 2 пи бөлінген 3 қалады. 7 пи бөлінген 6, 7 пи бөлінген 18-ге тең болады. 2 пи бөлінген 3. Жалпы тригонометриялық теңдеулер, теңсіздіктер. Жалпы осында ең негізгі 3-4 основасы болады, яғни ең негізгі. Осыдан кейін қалғанның барлығы осыларға қарап шығады. Жүйе қылып береді, 3-еу, 4-еу бір-біріне қосып береді, айнымалы еңдес түр-түрлі.